Мінекей акваковрик. Бұны не үшін керек екен және неге пайдалы екенін келесі суреттерде көрсетемін. Мынау жерге су толтырамыз, мынау жерге ауа толтырамыз. Wildberries сайтынан заказать еттім. Бірақсыз келді бүтін болып, және де келе салысымен жуып бір күнге жайып қою керек, ПВХ-ның иісі кету үшін. Қазір баланың реакциясын көрсетемін, қалай ойнайтынын. Қуана ойнап жатыр. Фигуркалар тастағысы келіп жатыр. Кез келген балалар суды жақсы көреді. Сондықтан мен бұл развивающий коврик барлық балаға ұнайды деген ойдамын. 3-4 айдан бастап та алса болады. 9 айға дейін. Пляжға барсаңыздар да төсеніш ретінде төсеуге болады. Бүктесеңіздер компактно жиналады. Айтпақшылай, бұл ковриктің көп түрлері бар. Әр түрлі балықтардың суретімен фонындағы. Сондықтан таңдап алсаңыздар болады. Видеоны соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Егер де осындай обзорларды көрсеңіздер, қызықсаңыздар, каналыма тіркеліңіздер. Бұдан да көп әртүрлі ойыншықтарды және баланың реакциясын түсіріп салып отырамыз.